Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге бір жасағаннан керемет, осындай нәзік, жұмсақ болып шығатын сметаник пирогын жасап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші бізге қажет заттар: електен өткізілген ұн, сары май, 1 жұмыртқа, 100 грамм қант, 1 шай қасық разрыхитель керек болады. Ең бірінші 350 грамм електен өткізілген ұнымызға 200 грамм бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, қолымызбен осылай жақсылап араластырып, видеодағыдай крошка жасап аламыз. Міндетті түрде бұл пирогты жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Крошка жасап болғаннан кейін үстінен 1 стакан қантымызды саламыз. Оның үстінен 1 шай қасық қосытқышымызды салып араластырамыз. Үстінен 1 жұмыртқамызды салып, араластырып, жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымызды жақсылап елеп болғаннан кейін бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды, листімізді алып, үстіне пергамент қағазын төсеп, қолымызбен осылай жайып шығамыз. Шет-шетіне бортик жасаймыз, өйткені біздің салмамыз ағып кетпеуі тиіс. Қолдарыңызбен осылай жайып шығыңыздар, немесе стаканмен осылай басып шықсаңыздар да болады. Міне біз шет-шетіне бортик жасап алдық, қамырымыз дайын болды. Енді салмасын дайындаймыз. 250-300 грамм қаймаққа 50 грамм қант және 2 жұмыртқаны қосып, қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Миксермен араластырудың қажеті жоқ, қасықпен араластырсаңыздар болады. Араластырып болғаннан кейін қамырымыздың бетін вилканың көмегімен осылай тесіп шығамыз. Сосын салмамызды салып, қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп кеттіңіздер.